Құрметті Семей геологиялық барлау колледжінің қадірлі ұстаздары, сіздерді қазан айында аталып өтетін мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздердің бала көңілдеріңіз әр студенттің жан дүниесін нұрландырып, жүрегіне шапағат нұрын төгуде. Мұғалімнен өнеге білім алып, өмір теңізіне құлаш ұрған әрбір шәкірт ол ұстазымен мақтанады. Күз мезгілінің 6 шығуымен бірге елімізде салтанатты түрде ұстаз күні аталып өтеді. Бұл мереке біздер үшін, шәкірттер үшін ерекше күн. Қадірлі ұстаздар, сіздердің жандарыңызға шуақ шашар сәулелі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Бала жанының бағбаны, шәкірт жүрегінен орын алған, иә бұл мұғалімге, ұстазға арналған теңеулер. Мұндай мадақтауларды жалғастыра берсек, даналық сөздер тізбегі шексіздікке ұласады. Мерейлі мерекеде дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, істеріңізге сәттілік тілейміз. Шәкірттегі оттарман сонысымен кеуделерде жатталған, үздіктерін ұлы жолға шығарып, ал өздері қарапайым болып қалған. Мұғалімдер білімге асқақ кенелген, шәкірт кеуде сол арқылы еленген, би билесе ән салса олар өнерпаз, тұла бойын кеуде етпеген өнерде. Қоғам мен адамзатқа келген шексіз істеріңізді айта отырып, сіздерге өсіп келе жатқан ұрпақтарға жақсы тәрбие беріп, және де мемлекеттің гүлдену жолындағы абыройлы істеріңізге тек табыс тілеймін. Қызығы мен шыжығын қатар жүретін ұстаздық жолдарыңыз тек өлумен, өсумен бастасын. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күншуағы, азбайтұғын адамның алтындығы. Деп ақын Ғафу Қайырбеков жырлағандай, сөзі маржан, үні ән, ұстаздардың бар болғанын мақтаныш етеміз. Осы ұстаздар жайлы халқымыздың ұлы батыры Баржан Момышұлы, ұстаздық ұлық емес, ұлы қызмет. Себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиеледі. Болашақтың басшысында, данасында, еңбекқор егіншісінде, кеншісінде ұстаз өсіреді. Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауымыз тиіс. Болат мерекесімен құттықтау әрбір адамның өте маңызды міндеті. Өйткені үлкен басшылар да, атақты жұлдыздар да, қарапайым адамдар да осы ұстаздардың тәрбиесін алған. Құрметте қадірлі ұстаздар қауымы, ауыртпашылығы мен жауапкершілігі мол кәсіпті атқарып жүргендеріңізге көп рахмет айтамын.